Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін аз уақыттың ішінде сториске арналған креативті суреттерді қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Бірінші, инстаграмның камерасы арқылы кез келген суретті түсіріп, рисовать батырмасымен қалаған түсіңізді таңдап аласыз да, үстін басып тұрсаңыз, сол түске боялады. Енді келесі кезекте өзіңізге қажетті сан немесе әріпті таңдап жазып аласыз. Оны керекті размер бойынша қоясыз. Содан кейін ол суретті сақтап аламыз. Суретімізді сақтап алғаннан кейін Magic Eraser программасымен суретімізді қайтадан артқы бөлігін түссіз, яғни прозрачный қыламыз. Ол үшін волшебная палочканы таңдап, суреттің үстіне бассақ, өзі бірден прозрачный болып кетеді. Енді қайтадан керекті суретімізді таңдап аламыз. Соның үстіне жаңағы жасаған суретімізді қоямыз. Енді текст жазатын бөлігінен кез келген өзіңізге керекті текстті жаза отырып, оның түсін, шрифтінің түрін, размерін, барлығын қалауыңыз бойынша өзгерте отырып, суретіңізді жасай бересіз. Суретіміз дайын болды. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.